Сәлем, достар. Бүгін сіздермен 30 маусым мен 15 шілде аралығындағы жұлдыз жорамалмен бөлісемін. Бұл күндері жұлдыздар не болатынын алдын ала сыбырлап қойды. Қызық болса, видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Тоқта! Бұл аралық сіз үшін ішкі қозғалыстың кезеңі. Маусымның соңында өзіңізге көп сұрақ қоя бастайсыз. Мен кіммін, қазір неге, дәл осылай жүрмін? Жүрегіңіз тереңнен сөйлеп тұр, бірақ кей сәтте логика бәрін басып тастайды. Шілденің алғашқы күндері бойыңыздағы энергия қайта жанданады. Бұл өзіңізді қайта жинап алу, өмірге жаңа леппен қарау уақыты. Саяхатқа, өзгеріске, жат жерде шабыт табуға құштар боласыз. Бірақ бәрінен бұрын өз ішіңіздегі баланы ұмытпаңыз, ол сізге жол көрсетеді. Түйін өзгеріске ашық бол, бірақ асықпа. Торпақ. Маусымның соңында жүрегіңіз бен ақылыңыз кереғар тартып кетеді. Бір жағы сезімге сенгісі келеді, бір жағы қауіпсіз аймақтан шыққысы келмейді. Шілденің басында бұлыңғырлық аздап сейіледі. Жан дүниеңізге тыныштық орнатқыңыз келеді. Айналадағы адамдармен байланыс тереңдейді. Бұл кезең өзіңізге инвестиция салуға ең жақсы уақыт. Денсаулыққа, дамуға, рухани білімге көңіл бөліңіз. Өткенмен қоштасып, жаңа сізге есік ашыңыз. Түйін, жақсылыққа жету үшін ескі шектеулерден бас тарту керек. Егіздер. Маусымның соңғы күндері сізді ішкі дауыс пен сыртқы әлем арасындағы тартыс қалып келеді. Көп сөйлейсіз, көп ойлайсыз, бірақ неге жүрегіңіз әлі бос? Бұл шынайылықтың жетіспеуінен. Шілде басында шын сөйлейтін, жаныңды тыңдайтын адамдармен жолығасыз. Бұл уақыт шынайы қарым-қатынастың бағасын түсінетін сәт. Көп нәрсе жоспардан тыс жүрсе де, сіздің бейімделгіштігіңіз бәрін жеңілдетеді. Түйін, бос күлкіден емес, терең әңгімеден қуат алыңыз. Шаян. Бұл сіздің уақытыңыз. Маусымның соңы жан мен тән бір-бірімен сөйлесетін шақ. Ескі жаралар, естеліктер қайта тіріледі. Бірақ бұл ауыртпалық емес, бұл ем. Шілденің алғашқы күндері өзіңізді мүлде жаңа қырынан танисыз. Жүрек жылнады, кешіру келеді. Жақындармен шынайы байланыс орнайды. Бұл уақытты бос жібермеңіз, өз-өзіңізбен қалуға рұқсат етіңіз. Түйін, ішіңіздегі сезім, сіздің шын жолыңыз. Арыстан. Маусымның соңында көп нәрседен шаршайсыз. Өзіңізге назар жетіспей тұрғандай. Бірақ бұл сіздің рухыңызды қайта қалпына келтіру үшін берілген ішкі тыныштық. Шілденің басында біртіндеп отыңыз қайта жанады. Достар, шабыт, сахна барлығы қайта оралады. Бірақ енді сіз бұрынғыдан тереңірексіз. Бұл жолы атақ үшін емес, жан тыныштығы үшін күресесіз. Түйін, жарықты айнала емес, өзіңнен ізде. Бикеш. Маусым сізді ішкі тәртіпке салды. Бірақ тым қатал тәртіп жанды шаршатады. Шілденің басы жеңілдік кезеңі. Барлық жоспарды бір сәтке шетке ысырып, өмірдің ағысына беріліп көріңіз. Күтпеген кездесулер, жылы сөздер, ескі достармен қайта байланыс, бәрі сіздің жаныңызды емдейді. Бұл кезеңде нақты нәтиже емес, эмоциялық тәжірибе маңызды. Түйін, кейде барлығын басқармау ең дұрыс шешім. Таразы. Маусымның соңы сіз үшін ескі ойлар мен реніштермен қоштасу кезеңі. Іштей адамдарға деген реніш, түсінбеушілік жиналып қалғандай көрінеді. Бірақ сіздің табиғатыңыз тепе-теңдік. Сіз ол ренішпен өмір сүре алмайсыз. Шілденің алғашқы күндерінде жан дүниеңіз ашылып, өзіңізді қайтадан жеңіл әрі сенімді сезінесіз. Қарым-қатынаста үйлесім, шығармашылықта шабыт қайта оралады. Бұл кезеңде кешірім сіздің басты құралыңыз болады. Түйін, жүрегіңді ауыртқан жүктен босасаң, жаның ұша бастайды. Шаян. Маусым соңғы күндерінде ішкі күмәндер күшейіп, кейбір адамдарға деген сенім азаюы мүмкін. Мен кімге сенемін, олар шын дос па деген сұрақтар мазалайды. Бірақ шілденің басы шындықтың ашылатын уақыты. Бетперделер түседі, көз ашылады. Сенім артатын жандар, сіз ойлағандай алыста емес, қасыңызда. Бұл кезеңде ішкі күшіңіз оянып, өзіңізге жаңа мақсаттар қоясыз. Жеке өмірде де шешуші сәттер туады. Түйін, жан жарасын жасыру батырлық емес. Онымен жұмыс істеу нағыз күш.
Мерген. Маусымның соңында сіздің еркіндігіңіз шектелгендей көрінуі мүмкін. Өмір тым бір сарынданып кеткен сияқты. Бірақ бұл үлкен серпілістің алдындағы тыныштық. Шілденің алғашқы күндерінде күтпеген сапар, жаңа ұсыныс, не бір шабытты әңгіме бәрін өзгертіп жіберуі мүмкін. Бұл уақыт сізге бір орында тұрма, қозғалысқа кел деп тұрғандай. Түйін, өмір сені шектеген жоқ, сен өзіңді шектедің. Қазір бұған нүкте қоятын сәт. Тәуешкі. Маусым айының соңғы күндерінде шаршау, ішкі күйзеліс жиналған сияқты. Жауапкершілік көп, эмоция аз. Бірақ сіздің жаныңыз эмоцияға да мұқтаж. Шілденің басы сізге жібіген уақыт әкеледі. Жақын адамдармен жылы әңгіме, ескі достар, тіпті бала кезден қалған ән, барлығы сізді жұмсартады. Мансап, мақсат, бәрі бар. Енді жүрек тыныштығын табатын кез келді. Түйін, бәрін басқара алмайсың. Кейде жүректі еркіне жібер. Су құйғыш. Маусымның соңында өз-өзіңізбен болғыңыз келеді. Көп нәрседен алыстап, мен не үшін өмір сүріп жүрмін деген сұрақ қайта оралуы мүмкін. Бұл ішкі жаңғырудың бастамасы. Шілде айы басталғанда баяу болса да шынайы өзгеріс келеді. Жақындарыңызбен жаңа қарым-қатынас басталып, шығармашылық серпіліс болады. Әлем сізге жаңа есік ашқысы келеді. Жетекші болуға, тың идеямен бөлісуге дайындалыңыз. Түйін, ойыңмен ғана емес, жүрегіңмен де байланыс орнады. Балықтар. Маусым соңында арман мен шындық арасындағы шекара бұлыңғыр болады. Кейде өмірден шаршағандай боласыз. Бірақ шын мәнінде бұл сіздің ең терең рухани даму кезеңіңіз. Шілденің алғашқы күндерінде сіз жүрегіңізге жақын нәрсеге қайта ораласыз. Сурет, музыка, жазу, табиғат. Сол арқылы ішкі жан дүниеңіз тазара бастайды. Бұл кезеңде жалғыздық емес, тереңдік маңызды. Түйін, жұрттың даусын емес, ішкі үнді тыңда. Ол сіздің жол көрсеткіші. Міне, жұлдыздар бүгін сізге осындай сырын ашты. Күніңіз сәтті, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Ешқашан үмітіңізді үзбеңіз, себебі әр таң жаңа мүмкіндік. Егер осы видео сізге ұнаса, арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ал егер өз жұлдызыңыз туралы көбірек білгіңіз келсе, келесі шығарылымда тағы күтемін. Сау болыңыз, аман жүріңіз.